Бәріңе сәлем. Бүгінгі эпизодта Қазақстанда не істеуге болмайды деген сұраққа жауап табасыңдар. Әрбір елде өзіндік қалыптасқан ережелері болады. Сонымен Қазақстанда не істеуге болмайды? Кеттік. Қазақстанда қағаз ақша соңғы жылдары мүлдем қолданыста жоқ деуге болады. Қағаз ақша соңғы рет қашан ұстағаным тіпті есімде жоқ. Әдетте төлем үшін Каспи арқылы аударма жасайды немесе QR қолданады. Үлкен адамның алдынан кесіп өтуге болмайды. Себебі қазақ мәдениетінде үлкенге құрмет көрсету өте маңызды. Үйге аяқ киімді шешпей кіруге болмайды. Себебі қазақтар үй тазалығына көп көңіл бөледі. Сондықтан сырттан келген ласты есік жанында аяқ киімді шешіп қалдырып кету керек. Қазақ тілін изи қазақпен үйрену оп-оңай. Егер біздің жобамыз сен үшін пайдалы болса, онда біздің жұмысымызды қолдай аласың. Ол үшін тіл үйренушілер платформасына жазылып қой. Оның ішінде әр шыққан видеоға сай сөздік, интерактив жаттығулар, аудио, субтитрмен және субтитрсыз видеолар бар. Оған қоса қазақ ағылшын тілдерінде транскрипт таба аласың. Осының барлығын жүктеп алып, өзіңе ыңғайлы уақытта қазақ тілін үйрене аласың. Ал біз сені асыға күтеміз. Динара, көп рахмет. Қазақтар әдетте басқа адамнан немесе көршісінен бір зат сұрап алса, оны құр қайтармайды. Мысалы, көршісінен ыдыс сұрап алса, оның ішіне кез келген тамақ түрін салып қайтарады. Сарқыт қазақ қоғамындағы ежелден келе жатқан салттардың бірі. Қонақтар астан тұрғанда қалған тамақты бөліп салып алады. Краннан аққан суды ішуге болмайды. Себебі Қазақстандағы судың сапасы ішуге жарамсыз. Алло, Динара, сәлем. сәлеметсіз бе? Саған жұмыс бойынша хабарласып тұр едім. Я, тыңдап тұрмын. Сөйлесе аласың ба? Айта беріңіз. Алло, Динара, сәлеметсіз бе? сәлеметсіз бе? Сізге жұмыс бойынша хабарласып тұр едім. Я, тыңдап тұрмын. Сөйлесе аласыз ба? Айта беріңіз. Қазақтар әдетте адамның жасына қарай және сыпайылықтың белгісі ретінде сен және сіз есімдіктерін ажыратып қолданады. Сіз есімдігі әдетте жас үлкен адамдарға, жұмыстағы әріптестерге және таныс емес бірінші рет көріп тұрған адамдарға қатысты айтылады. Ал сен есімдігі ол көбіне отбасы ішінде, жақын туыстарға, таныстарға және достарға қатысты қолданылады. Енді сенің кезегің. Қазақстанда қандай қызық жағдайға тап болдың? Қазақстанда мүлдем не істеуге болмайды. Пікіріңді қалдыр, біз асыға күтеміз. Бізді қолдағың келсе, біздің арнамызға жазыл және тіл үйренушілер платформасына тіркел. Сау бол!